Сәлеметсіздер ме? Бүгін өте жұмсақ булочкалар дайындаймыз. Ең алдымен ыстығырақ сүтке қант және тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Келесі жұмыртқа қосамыз. Бір жұмыртқаның сарысын бетіне жағуға алып қалдым. Келесі құрғақ дрожжіні қосып, жақсылап ерігенше араластырамыз. Ұнды азыздан қосып, венчиктің көмегімен араластырып отырып, нан илейміз. Жұмсақ болып иленген нанымызға бөлме температурасында еріген майды қосып, жақсылап біріктіріп араластырамыз. Қалған ұнды салып, жақсылап нан илейміз. 10 минуттай илеуіміз керекпіз. Мен тағы да 50 граммдай ұн қостым. Бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Таразының көмегімен 60 граммдай етіп бөліп аламыз. Үстінен баспай, жай алақанның көмегімен айландырып отырып домалатамыз. Бетін жауып қоямыз. Енді бір-бірден алып, домалақтап жайып, пышақтың көмегімен ортасынан шетіне қарай кесеміз. Салмасында менде вареный сгущенка болады. Видеодағыдай айналдыра отыра жабыстырып, форма жасап, пышақтың көмегімен кескінділер жасап, орап, әдемі форма шығарамыз. Келесі булочкамыз тік төртбұрыш қылып жайып, сгущенканы жағып, жабыстырып, шетін пышақтың көмегімен кесіп, видеодағыдай және ораймыз. Келесі булочкамыз жүрекше тәріздес. Домалатып жайып, май жағып, қан сеуіп, ораймыз. Видеодағыдай кесіп, ортасын ашсаңыздар, осындай жүрекше тәріздес шығады. Жұмыртқаның сарысына 1 ас қасық сүт қосып, осылай жағып шығамыз. 180 градус қызып тұрған пеште 15-20 минут пісіріп аламыз. Булочкамыз өте жұмсақ, әрі дәмді және қызарып, әдемі болып пісіп шығады. Жүрекше тәріздес булочкамызды настойкаға қоймаймыз. Егер 10-15 минутқа настойкаға қоятын болсаңыздар, формасын жоғалтып алады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.